руға бөлінбей, жүзге бөлінбей, жетім жесірімізді қалтырмай, бір атаның, бір ананың балаларындай болып көшуіміз керек деп. Себебі әкеміздің өсиеті солай. Балдарымыз келешекте қазақ жерінде қазақ болып, қазақ тілін үйреніп өту керек. Қазір келешегін емес, тамағын ойлайтын заман болды ғой дейді. Үлкен бір мемлекеттің президентінің ең жақын адамы, сенімді адамы болып тұрып, сол қызметті тастап, әкенің аманатын орындау үшін, халқының алдындағы міндетін орындау үшін, атқару үшін пулеметті жауып қойған ерліктерді олар күніге жасады. Бұл жұмысты 3 жылдың ішінде атқару мүмкін емес деген сондай ойлар келді. Ес-түссіз жатқан кезім 2 сутка болды, ары қарай шыдай алмайды деген сөз құлағымнан кетпей қалды. Көзімдегі жас тоқтамайды ғой. Ибадулла айтыпан ки мен үшін как оғлым bu. Мен шундай yaxshi ko'raman. Yosh bo'lsangiz ham o'zingizga haykal qo'yib qo'ydingiz dedim, esida bor. Америкаға бізді жібергеннен мақсат сол мемлекеттің тәжірибесін үйрену ғой. Бір басқа өмірге түстік қой. Сонда менің таңғалып сұрақ астына берем ғой. Осындай мықты мемлекетті қалай құрдыңыздар? Сонда бір профессор маған, бізде деді, жарты күн жексенбі күні сізде бос уақыт болады деді. Сол күні біз басқа штатқа ауысамыз. Сонда осы штатта бір музей бар деді. Мұражай, соған сіз барыңыз деді. Жаңағы мұражайға кірген кезде менің таң қалдырған нәрсе, мұражайда адам сөзсіз түсінетін сондай бір ерекше бейнеменен, ерекше суреттерменен, фильмдерменен, дыбыстарменен сол Американың ең бастапқы кезінен қазіргі өміріне дейінгі аралықты қамтыған жайтты көресіз көзіңізбенен. Бірінші мынау Англияда, Франциядағы әділетсіздікке қарсы азаматтар бас көтеріп, патша өкіметіне қарсы болып, әділдік талап жатқан кісілердің көтерілісін сондай бір өмірде көрсеткен фильм қылып. Ол әділетсіздікке шыдай алмай, ол кісілер жаңағы қайықтарға мініп, жаңа жер іздеп, ескекті қайықтарменен жүзіп бара жатқан адамдар көресіз. Ол жерде 10 метрлік толқындар жұлып, қайықтарды аударып тастап жатыр. Қайықты қайтадан мініп, жолда қырылып, неше түрлі, мысалы өткен енді мыңдаған адамнан бірен-саран ғана адам өтіп, жетіп, сол жерді еске қайықтарменен жүзіп өткен адамдардың қайсарлығы, ерлігі, олардың қайтпастығына тәнті болдым. Солар құрған мемлекет жүйе екен. Әділдік іздеп келген азаматтар екен. Өткен ғасырдың 50 жылдары 21 көш болған. Сонда әр көште 20 мың адам болған. Олар Тибет арқылы кеткен ғой. Сонда жазда минус 23-25 градус дейді бағана. Сонда анау ауру сырқаттар айтқан ғой, бізді кімге қалдырасыңдар дегенде, олар далып кеткен. Тибетке шыққанда енді біразы қайтыс болады. Оларды үгіттеген. Индияға барғанда, Пакистанға барғанда, осы жерде қалыңдар деп қойған. Қалмаған. Ары қарай кете берген, сонда айтқан, біз өзімізді сақтау үшін кетіп бара жатқан жоқпыз. Біз ұрпағымызды сақтау үшін келе жатырмыз. Сол себептен біз тілі бір, діні бір Түркия халқына жетуіміз керек деп. Сонда Түркия халқына жеткенде, ол жерде қазақтарға жер берген, несие берген, мал берген. Сөйтіп сол жерде халық көбейген қазақтар. 45 мыңға шейін көбейген. Олардың ұрпақтарының көбісі қазір Европада тұрады. Мен енді сол атамның аузынан естіген әңгіме, Садулла мен екеумізді екі жанына отырғызып қойып тыңдатады. Сонда ол кісінің айтатыны, біздің бұл сырдың жағасына келгенімізге 250 жылдан асты, 300 жылға жуықтап қалды дейтін еді. Сонда біздің ата қонысымыз қазіргі Өзбекстанның Самарқанд облысы Қойтас деген елді мекенде болған. Қазір ол Жизақ деген облысқа қарайды. Сол Қойтастан бұдан 250 жылдай, 300 жылға жуықтап қалды, көшіп келгеніміз деп айтатын еді. Енді ол кезде халықтың барлығы кішкене шамасы келгені аң аулап, не болмаса мал бағып кетеді екен. Еркек кіндіктің бәрі солай болатын еді. Ауылда
қыз келіншек, кейін сондай бір жастар ғана балалар қалады, бірақ кешке күнде әңгіме болады екен, жаңа қойтаста. Біз мына елден көшуіміз керек, себебі біздің ертең қанымыз араласып, тіліміз шұбарланып, ұлтымыз жойылуы мүмкін. Бірақ енді күндегі күйбең тіршілікпенен күн өте береді, сөз бойынша қалып кете береді. Содан бір күні сол әдетпен жаз айларында дейді, таң атысымен таңғы 5-6-дан мал бағатын мал бағуға, аң аулайтын аңға шығып барады. Сол кезде біраз ауылдан алыстаған кезде біздің Аман деген атамыз ол кезде 15-16 жасар бала екен. Менің ішім ауырып жатыр деп сол жерде ауырған болады екен. Сөйте дегенде, онда сен елден әлі алыстаған жоқпыз, ауылға қайт дейді екен. Сөйтіп қайтарып жібереді екен. Содан Аман деген атамыз елге келгесін ақсақалдардан тапсырма болды. Біз көшеді екенбіз деп ауылда қарға қалған қыз келіншектің барлығын жағы үйде бағуда тұрған оншамыша түйе бар, жылқы бар, өгіз бар, солардың барлығына жүкті артып, үйді бұзып, көшіріп кетеді ғой. Олар арқамыздан келеді, біз көшті жүре береді екенбіз деп. Содан кешке ол кезде күн ұзақ дейді, қас қарайғанда келсе, елде ешкім жоқ дейді. Жау шапты ма деп алдын қорқа бастайды. Сөйтсе, бұзылған ошақ жоқ дейді. Өртенген үй жоқ дейді. Сонда біреу, ай, бұл Аманның тірлігі бұл. Аманның тірлігі ұстап алсақ бұны әбден сабаймыз. Сол ғой бұны алып кеткен елді деп. Ана көштің ізіменен қуып келе береді. Бірақ олар бір күндік жол жүріп қойған ғой. Жағы Аман деген атамыздың көшіріп келген жері қазіргі Сырдың жағасы екен. Өзеннің жағасы, ну, тоғай, малға жай, су тәтті, бір керемет жер екен. Соны көреді, артынан қуып келген үлкендердің ашуы басылады. Сөйтеді, бұныке дұрыс болған екен. Бұның ерлік жасаған екен. Деп жағы бабамызды би сайлайды ғой. Содан 16 жасарында жағы Аман бабамыз Аман би аталып, сол елді мекенге келгенімізге 250 жыл болды деп айтатын еді. Бұл жерде біз көшіп келген жылдары қазақтан басқа ешкім жоқ еді. 1950 жылдарға келгенде орыстар келе бастады. Содан кейін өзге тұрғылықты халықтың өкілдері келе бастады. Өзбек ұлты, тәжік ұлттары. Содан тағы қазақтың саны азая бастады, меніңше. Содан енді біз Қазақстанға көшеміз деген күнде сөз болатындығы 70 жылдарда кейін. Әкеміздің жан досы Үмбеталы деген ағамыз болды. Ол кісі күнде кешке екеуі әңгіме дүкен құрады. Бір өсек әңгіме жоқ. Елдің болашағы. Елдің болашағы осы Қазақстанға барып, болашағы бар елді мекенде тұрсақ, балаларымыз оқыса, көзі ашылып, көкірегі ояу болса деген әңгімені айтып, бір күні екеуі Алматыға жол тартып кетті. Біз енді Алматыға көшеміз деп. Енді мектепте соңғы класстарда оқитын кезім мен. Әкемізбен жаңағы досы екеуі, Үмбеталыға екеуі Алматыдан 3 күннен кейін, 4 күннен кейін келді. Сонда әкемнің көз алдымнан кетпейді, реңі қарауытып, түтігіп кеткен, еңсесі түсіп, ет жүрегі езіліп, сондай бір жағдайда тұр. Біз елімізді Алматыға апарып, мына жерде қанымыз араласып кетпесін, тіліміз шұбарланып кетпесін деп отырсақ, ол жаққа барсақ, біз орыс болып кетеді екенбіз дейді. Алматыда сонда жалғыз қазақ мектеп бар екен. Алматы қала бойынша. Барлығы орыс тілінде сөйлейді. Үйсіз, күйсіз жүрген тек қазақтар. Сондықтан ол жерде біз болашақ жасай алмай екенбіз деп еңсесі түсіп әңгіме қылып отырған екен. Сөйтіп жүргенде егемендік алынды.
Сонда менің әкемнің қуанғаны, жаңағы достарының қуанғандығы, үлкен үйде үлкен той болды. Біз енді қазақ өзінің шаңырағын тікті, тәуелсіздік алды, енді біз бір тудың астына, бір шаңырақтың астына жиналуымыз керек деп. 92 жылы президенттің ұйымдастыруымен Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының бірінші құрылтайы өтті Алматыда. Соған әкем барды. Әкем барып, сонда бір өте ерекше күш жігерменен қайтты. Ешкім шақырмаса да ол кісі барып, сол жерде тыңдап, келіп, үйге келіп, той жасап, достарымен ақылдасып, міне егемендік алдық. Енді біз көшуіміз керек дейді ғой. Құламаған елміз мүлде біз, көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қыран қазақ біргеміз, құламаған елміз мүлде біз, әлі бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз, әлі бізде алар асу көп. Үйтіп жүргенде біз билікке араласып қалдық. Мен жаңағыдай қызметтерге барып қалдым. Одан менен кейінгі інім өте үлкен қаланың әкімі болып, ол беделді бір азаматқа айналып жұмыста. Одан кейінгі інім үлкен заводтың директоры, одан кейінгі інім үлкен СП-ның директоры. Бәрімізде билікке араласып қызметте болып қалдық. Мен 95-96 жылдар ол уақытта заводтың директорымен Австрияға, Венаға іс сапармен бардым. Өзбекстан ол уақытта Венада посольствосы жоқ еді. Ол консул бар еді. Консул маған келіп айтты: сізді осында деді, қазақтардың диаспорасы қонаққа шақырып жатыр деді. Еуропаның кіндігінде кәдімгі нам менен, домбырамен, самауырды жағып, тура солай күтіп алды. Ішке кірдік. Көз бірінші түсетін үйдің қабырғасында қамшы менен түлкі бөрік тымағын өлтір. Ананы көрген сайын көзімдегі жас тоқтамайды ғой. Жасы бір 70-ке таяп қалған үйдің отағасы біз бәрімізді таныстырды. Негізі біз баяғыда Тарбағатаудан көшкен екенбіз деді. Ауғанға өткен екенбіз деді. Ауғаннан Иранға барған екенбіз деді. Ираннан Түркияға барған екенбіз деді. Түркиядан Албанияға, Австрияға сөйтіп бөлініп кеткен екенбіз. Сол күнден бастап Қазақстанның елдің арманы болған, егеменді ел болғанына жүрегімнің тамырын соңына дейін сол уақытта сездім. Әкем жаны ауырып, сонда айтып отыратын: ел тозып кетті, жан жақа, аға менен іні жат болып бара жатыр. Ертең жағы біреуінің қазасында екіншісі келе алмай қалатындай жағдай болып қалды. Осы нәрсе менің жүрегімді қатты ойландырады деп жүріп, ол кісі инфаркт алды. Енді өкінішке орай әкем бұл күнді көре алмай кетті. Ол кісі 2003 жылы ақпан айында, 21 ақпанда дүниеден озды. Менің ойымнан кетпей қалған нәрсе әкемнің арманы орындалмай қалатын болды деп. Біз бауырларымды жинап, әкеміздің өсиетін орындайық. Әкемнің жүрегін ауыртып, өмірден ерте кетуіне себепші болған осы еліміздің тарыдай шашырап кеткені болды. Сондықтан жұмысты бәрін қойып, біз сол әкемнің арманын орындайық, сол бастаған тілегін соңына жеткізейік деп шешім қабылдадық қой. Ағам көп ойланды да, сол біздің аудандағы 9 қазақ ауылдарының ақсақалдарын үйге шақырып, Құдай ас беріп, ол кісілердің рұқсатын алды. Біздің әкеміз солай өсиеті бар еді. Соны орындауға сіздерден рұқсат сұрайын деп тұрмыз деді. Біздің тұратын совхозда барлық банағы ұлттар өкілдері тұратын. Оның ішінде гректерде, орыстар, татар, қазақ. Кейін сол бірінші көшу басталып, бізде бірінші гректер көшті. Кейін кезек немістерге келді. Олар шығарып салдық, жылап, құшақтап, сондай әдемдеп шығарып салған халық. Өзбек халқына вообще-то біздің өпкеміз жоқ. Одан кейін жайлап орыстар көшті. Кейін барып, енді біздің қазаққа келді ғой. Сонда біз ойлайтын, мысалы мен өзімді ойлайтын. Оймай, бізде тарихи отанымызға көшетін уақыт кеп қалды. Сол қашан келер екен бізге? Сол ойда жүрген кезде, как раз 2004 жылы болу керек,
май меді, июнь беді жаз айында бізге хабар келді ғой. Осындай мына Ибадулла деген ініміз осындай идеяны көтеріп жатыр. Бұл енді Өзбекстанда дұрыс, біз Өзбекстанды жаман демейміз. Біз şu жерде туып өстік, бірақ біз тарихи отанға оралуымыз керек. Себебі не үшін? Ұрпақ үшін, діл үшін, дін үшін, өзіміздің ұрп әдетіміз үшін біз осы елге оралу мақсатында сол әрбір үйге жүріп, әрбір адамменен үгіт насихатты біз тоқтатқан жоқпыз. Балдарымыз келешекте қазақ жерінде қазақ болып, қазақ тілін үйреніп өту керек. Менің және оға дейін мектепте мұғалім болып істегенмін ғой, мен 30 жыл. Сонда уақытта біздер союз кезінде Қазақстанның программасы өтілетін қазақ мектептерге. Кейін егемендік алғаннан кейін Қазақстанның программасын тоқтатты ғой олар. Сөйтіп Өзбекстанның өзінің программасын енгізді. Сонда біздің балдарымыз бана Қазақстанның тарихын білмейді, географиясын білмейді. Өзіміздің ең керекті өзіміздің батырларды білмейді ғой. Бауыржан Момышұлы туралы оларда мәлімет жоқ. Манчук Маметова, Әлия Молдағұловқа батырларымызды олар білмейді. Не дегенде Өзбекстанның батырларын үйреніп жатыр олар. Өйткені олар бірден латын алфавитіне өтіп кетті, Өзбекстан. Ал біз кирилл алфавитін оқып жатырмыз қазақша. Бірақ оны оқып бітірген соң жоғары оқу орынға түсу оңай емес. Өйткені латынша ана жерде барлық емтихандар. Біз сол кезде жаңа Қазақстаннан 7 сайдан кітапты ұрлап шекарадан өткізетінбіз. Еліміз тілін ұмытады деді. Тілін ұмытқан халық ұлтынды ұмытады деді. Күнде азаннан кешке шейін балдарыма айтамын. Құдайым қолдасын, пайғамбарым оңласын, шырақтарым жортқанда жолы болсын, жолдасы қыдыр болсын. Алла бәле жаладан сақтап, бағы басым абырой артып жүрсін деймін. Сөйтіп, бұл кісілер жаңағы 2800 отбасын елге көшірудің жұмысын бастайды. Ұлы көшті бастайды. Ал енді ойлап қараңыз, 2800 емес 2 отбасын жылы орнынан қозғалтып алып келу қандай қиын. Содан бастап бұл кісілер бірінші құжат әзірлеумен айналысады. Себебі құжат әзірленбей қалай алып келеді бұл жаққа? Азаматтығы бар, ол үшін құжат. Ал енді соның барлығымен бұл азаматтардың өздері айналысады. Және сол жердегі тұрып атқан қазақ бауырлардан ішінен мықты сауатты азаматтарды алып, сол азаматтар көмектеседі. КАМАЗ документтерді күні-түні отырып документ дайындайды. Ауылдың тізімін алдық. Бір отбасында нешеуі бар, нешеуі пенсионер, нешеуі жұмыста, нешеуі мектепте, нешеуі балабақшада, нешеуі студент, нешеуі жаңағы армияда. Соның бәрін тізімін алып, тізімді жасап, паспорттарын алып, ол жақтан шоттан шығарып, ол жаққа уақытын шотқа қойып, 1,5 жыл, 2 жыл уақыт кетті. 1750 отбасы, 19 мыңдай халық. Сөйтіп барлығының атынан біздер доверенность алдық, сенім хат. Сенім хат арқылы әр ауылдың представительдері солар бізге берді. Біздер жаңағы осы жерде сол өкіл болып, сол ар жақтан келген адамдардың өкілі болып, солардың атынан арыз бердік, солардың атынан пропискаға қойдық. Құжаттар барлығы дайын болып, жер алған 324 гектар жер алынды ғой, осы Шымкенттің солтүстік батысы. Сонымен біз негізі 2006 жылы осы жерге келіп, сол алынған жерге құрылыс бастау үшін дайындық көре бастадық. Сол жерде құрылыс жүргізіп жатырмыз ғой. 3 мыңға жуық адам күндіз-түні жұмыс істейді. Бірақ енді күнде жерді тартып алады екен деген қауесеттер келеді. Анау тексерушілер келіп күнде үркітеді, қорқытады. Бірақ енді жаңағы заң, барлығы заңды болған соң, оны тартып ала алмайтындығына менің де көзім жетіп тұр. Бір күні тартып алатын жолын тауыпты деген сөз естіп қалдым. Яғни бұны бас жоспары бойынша басқа нәрсе құрылады бұл жерге деген жаңағы себептерменен үкіметке енгізіп, содан кейін бұны тартып алуға алады деген ұсыныс пайда болды. Содан кейін менде өте қатты уайым болды. Ол елді уже көтеріп қойған, елге хабарлап қойған, осындай Асар мөлтек ауданы құрылады деп өзіміз план түзіп қойғанбыз. Енді бұл амалға аспай қалса, мен елдің алдында қандай адам боламын? Содан жүрегіме қатты салмақ түсіп, мен реанимацияға, больницаға түстім.
ес түссіз жатқан кезім, бір есім кірген кезі болды ау деп ойлаймын. Сол кезде еміс жанымдағы докторлардың сөзін естіп жатырмын. 2 сутка болды, ары қарай шыдай алмайды деген сөз құлағымнан кетпей қалды. Сондай кезде көзім қайта жұмылып, бір түс көргендей болды. Алдыма менің атам, баяғы 84 жастағы Қалыбек атам алдымда тұр. Ол кісі енді өте өзі бір еркелеп, мені жақсы көрген кезде тіл көзден аман бошы, күшіктің баласы, иттің баласы деп таяғымен түртіп қоятын еді жаңағы. Енді бірақ оның сөзінің арқасында бір мейірім тұрған сөз ғой, жаңағы жақсы көріп сөйтіп түртетін кез еді. Ал бірақ ол жолы менің алдымда аппақ киініп жүретін еді ол кісі. Өз сақалы да ақ, шашы да ақ, сол 84-те дүние салды ғой ол кісі. Таяғыменен келді де, таяғымен бір түртті. Ай, иттің баласы, тұр орнынан, не жатыс бұл? Тура кәдімгідей алдымда айтқандай болып, көзім жарқ етіп ашылды. Ашсам жаңағы жүрек орнына түскен, бір қалыпты соғып жатыр. Кәдімгідей көзім ашылып, ауырым қойғандай. Мен отырдым да бір хат жаздым президентке. Құпияда хат деп хат жаздым. Сонда жазғаным, осы тардай шашылған қазақты бір тудың астында жасап жатқан тірлігіңіз шетте жүрген қандастарды өте ерекше қуанышқа бөлеп жатыр. Мен де сол жасап жатқан үлкен тірлікке бір кішкене үлесімді қоссам деген мағынада хат жазып, сонымен хатта қолдап, жан-жақты көмек берілсін деп хатқа қол қойып, бірақ жеріміз жоқ. Сонымен мен Үмбетов Серік Абекеновичке бардым. Осы Шымкенттің маңайында біздің ұстанымыз солай. Елді, тұрғылықты жердегі халықтың мүддесіне қайшы келмейтін сондай жерге өзіміздің күшімізбенен мемлекетке салмақ салмай, үй салып, өзіміз көшіп келмекшіміз, ел болып. Сөйтіп осы қазақтың экономикасына өзіміздің үлесіміз қоспақшымыз, сондай мақсатымыз, арманымыз. Соған көмек беріңіз. Қандай көмек? Осындай сізде ауыл шаруашылығы министрлігіне қарайтын жер бар екен. Ол жерге бидай егіледі, бірақ су шықпайды. Багара. Оның 1 жыл өнім болса, 5 жыл өнім болмайды. Бос жатқан жер енді. Сол жерді маған бөліп беріңіз. Ол бір сөзге келмей бірден тапсырма берді. Ол кезде Болат Жылқышиев облыстың әкімі. Енді жақсылығын айту керек. Жылқышиевтен де мен өте көп Болат Әбжаппарұлынан жақсы көмек көрдім. Серік Абекенович Үмбетовтен де, Зауытбек Тұрысбековтен де, мына облыстың сол кездегі әкімдері Бердібек Сапарбаевтан, ол кісінің бірінші орынбасары Ислам Әбішұлы. 2004 жыл болу керек, мен облыстың әкімі кезінде, бәке, маған бір жер берсеңіз қаланың төңірегінде. Үйді де өзіміз саламыз, қалғанын да шешеміз. Мен жағдайды білемін, мен сіздерге де қиындау қазір. Сөйтіп бір 300 гектардан көп жерді біз бердік Ибадуллаға. Ибадулла мансапқа мәз болып жүретін болса, Өзбекстанда қала берер еді. Ол Кариповтың оң қолы болып, басқалардың жанында жүрді, биліктің биік шыңындағы азаматтардың сеніміне ие болған азамат еді. Ал бірақ оның бойындағы атасы мен анасының тәрбиесінен көрген, ұлтқа деген, туған жерге деген ыстық көзқарасы оны елге жетеледі. Өзі ғана емес, өзіне қарасты 2-3 үйді алып келіп отырса, отыра берер еді. Ол бүкіл елді көтерді. Его уважал сам лично Ислам Абдугаевич. Узбекистан же в основном крупнейшая страна была. А вот на зерновую независимость первые шаги вот они положили. Те или иные реформы в области, когда не мог я достучаться до высшего руководства республики, или что-то им непонятно было, какие-то нюансы, вот он доводил суть, и вопрос решался. Олардың тәжірибесі, олардың адамгершілік қасиеті, іскерлігі, білімділігі, мынау отан сүйгіштігі, жалпы мемлекеттік қызметке қандай болу керек дегенде мен сол кісілер мысал келтіретін едім.
ислам абдығанш каримовтың ондай енді тазалығы, оның білімі, оның іскерлігі, ол кісінің жағы бірінші орынбасары Исмаил Жорабековтың енді ондай басшыны мына жауапкершілікті өзіне алу, шешімді өзі уақытында шешім қабылдай білу, бүгінгі мәселені ертеңге қалдырмау сияқты осындай басшыға ең қажетті құндылықтарды мен сол кісілерден үйрендім, сол кісілердей болғым келіп өстім ғой. Ibadullah aytyapmanki, men uchun как o'g'lim bu. Men shunday yaxshi ko'raman uni. Shuncha yil ishladim. Birga ishladik. Meni ham o'g'lim, ham yordamchim, hammasi ana shunday edi. Sovmenda ishlagan vaqtida juda yaxshi ishlagandi. Hamma atrofdagi odamlar сожалением Ibodullahning ketganini bizlar uchun как haligi yo'qotgan deganda bo'lsa bo'ldi, ana shunday. Человек с большой буквы. Я вспоминаю, как конкретно вы формулировали задачи, которые ставились на наших совещаниях. Как к вам, значит, обращались все люди, которые были причастны к этим проблемам, за разъяснениями, за помощью. Вы никому никогда не отказывали. So'rab qolishingiz mumkin, nimaga shunaqa darajalarga erishdi bu yigit deb. Baland darajadagi ilmga o'zini jalb qilgan. Insoniylik tomonidan hech kimga teng keladigan shunaqa bir xususiyatlari borda bu yigitning. Katta mehnat qilib, oxirgi marotaba siz bilan borgan vaqtda biz Oliyjanda bir chiroyli gullagan, yashlagan bir shaharni ko'rdik, bilasizmi? Ko'rdik. Endi men o'ylaymanki, o'sha kuni men qattiq ko'p gapirib yubordimmi yoki aytdimki, Ibodulla ukajonim o'sha oqsoqollarning oldida yosh bo'lsangiz ham o'zingizga haykal qo'yib qo'ydingiz dedim, esida bormi? Bu haqiqat. Buni tagida mashaqqatli mehnat, kecha kunduz uxlamasdan, eng asosiysi mana shu odamlarni birinchi navbatda o'ylab, shularga muhit yaratib berish, O'zbekistondan, Qozog'istonda ham yaxshi yashashga sharoit yarataman deb jon kuydirgan ekan, mana shu narsani hammasini amalga oshirib yuribdi. Ibodulla akamni mana O'zbekistonda juda katta hurmatga sazovor inson, juda katta mehnati singan inson. Mana shu respublikamizda ayniqsa qishloq xo'jalik sohasiga, qishloq xo'jaligini barcha tarmoqlarni, dehqonchilikmi, chorvachilik, meva sabzavotchilik, ya'ni oziq-ovqat xavfsizligi sohalaridagi mehnati beqiyos. Biz o'sha davrda u kishining qo'llarida ishlab, rahbarligida ishlab, qanchalik shijoatkor ekanligini, qanchalik bilimdon ekanligini, qanchalik tashkilotchi, fidoyi rahbar ekanligini o'zimiz guvohi bo'lganmiz. Shuning uchun biz buni baralla gapira olamiz, chunki birovdan eshitmaganmiz. O'zimiz o'sha paytda guvoh bo'lganmiz, yonida turib kamarbasta bo'lib ishlaganmiz. Ulkan bir memleketning prezidentining eng yaqin odami, senimli odami bo'lib turib, sol xizmatni tashlab, bir ulkan oblastlik o'rtalig'ining akimi bo'lib turgan ikkinchi xizmatni tashlab, boshqa inlarning o'sib turgan bizneslerin barini tashlab, akening amonatini o'rindau uchun, xalqining oldidagi mіндетін o'rindau uchun, atqaru uchun pulemyotni javob qo'ygan yerliklerdi bular kuniga жасады. Өзбек халқына, жалпы Өзбекстанның басшыларына біз отбасында отырғанда да, күллі әулетіміздің алдында да, еліміздің алдында да олардың адамгершілік қасиетін, азаматтылығын, берген көмегін, берген тәрбиесін мен барлығына қайта-қайта айтып отырамын. Сондықтан біз осы күнге дейін көшіп келгеніме 22 жыл болған болса, әлі бір күнде болған емес, біз қолымызды үзген күн болған емес. Олардың той жиыны, қиын күні болсын, жақсы күні болсын, біздер шақырады, бірге боламыз, бөлісеміз, қиындығымызбен де, қуанышымызбен де. Осы күнге дейін қарым-қатынасымыз үзілген емес. Өзім асардағы елді мекенді жинағанда да айтатыным сол. Елді жинаған кезде қайта-қайта бір сөзді екі рет қайталасам да, бірақ айтатын сөзім
Бұл Өзбекстан біздің кіндік қанымыз тамған жер. Өзбек халқы біздің атамыз бір, анамыз бір халықпыз, туысқан халықпыз. Біздің ата бабаларымыздың жатқан жері сонда қалды. Енді біздің Меккеміз, біздің Мединеміз деп айтам. Сондықтан ешқашан мен жақсы күндеріңде де бірге болыңдар, қиын күндеріңде де бірге болыңдар деп елменен осы үгіт насихатты айтып жүреміз. Мына Асар деп біздің елді мекеннің атының аталуы да сол жерден басталған. Бізде сол кім үй соғатын болса асарлатып, біз ана үйге соғылатын кирпичіне дейін бірге өзіміз құйысатын едік. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін бір үйдің балаларындай қандай жұмыс бар, сол бірігіп асарлатып салынатын. Барлығы мына атқарылып жатқан жұмысты көріп, бұл жұмысты 3 жылдың ішінде атқару мүмкін емес деген сондай ойлар келді. Сол үйдің барлығын біз бітіре аламыз ба? Соны ақырына дейін орындап шықпасақ, бізге деген халықтың сенімі болмайтұғын еді ол кезде. Мен қашан ұқтағанымды, қашан жұмыс дегенімді кейде өзім білмей қалады. Күніменен жұмыста болам, түніменен ертең күнді түсімде көретінім. Асардың ішінде мынау аллеялар бар, ішінде қанша нелер, бюстер бар, қанша сахналар бар. Соның барлығы мен түнде түсімде көріп, толық азанды бәрін өзгертіреді дедім. Менімен бірге істеген жігіттердің бәрі айтады, сіз түнімен ұқтадыңыз ба, или түнімен сызып келдіңіз ба мұнан деп. Өйткені адам шын көңілмен берілген екен, күн мен түнді жүрекке адам соны саппаяды екен. Мен оны әрі қиын күнім деп есептеймін, әрі қуаныш күнім деп есептеймін. Бірінші, келетін жұмысшыларға жататын орын дайындалды. Тамақтанатын асхана салынды. Одан кейін олардың жуынатын орны, душтар салынды. Ол жұмыстар дайындалған соң, біз уже құрылыс жұмысына дайындала бастадық. Бірінші күні келіп қонған күні-ақ, жатқан күні де, күні-ақ сол күні түнде сыртқа аңғардан шыққанымызда ауа ашық жарқырап тұр, ай көрініп, мына жердің ауасы өте бір жеңіл, көңіл күйім өте қуанышы болды. 2800 отбасы 19 мың адам болды басында. Қазір енді 27-28 мыңдай халық қой, сол көшіп келген халық өсіп жатыр. Біз енді бірінші ұстанымымыз руға бөлінбей, жүзге бөлінбей, жетім жесірімізді қалдырмай, бір атаның, бір ананың балаларындай болып көшуіміз керек деп. Сумка, паспортпенен адамдардың өзін өткізу, біреуінің паспортын сұрау өтіп кеткен, біреуінің басқа ондай жағдайлар болады көпшілікте. Соған 10-15 автобусты қойып, алып келіп осында ас беріп, ибадылы барлығын бірінші кластың баласындай қылып түсіндірді. Мына 324 гектар жер, бір этажды мынандай, екі этажды мынандай, мұның іші мынандай болады, бұның бағасы мынандай болады деп барлығын бір түсіндірдік. Екі ангарымыз бар еді, 1200 адам жататын, ішінде 3 ярусты жағы жұмысшылар жататын общежитие жасағанбыз ғой. Сол жерде бір ангардың ішінде 40 автобуспенен көшіп келетін 2000 отбасының бір адамын алып келдік қой. Соны бірінші үгіттеп осы жерге елді мекен болады деп салынатын үйлердің суреттерін плакатқа асып, жердің елді мекеннің бас жоспарын көрсетіп кен планда. Елдің кішкене рухын көтеру үшін сол складтың ішіне 2000 адам сиятын стол жасап, сол жерге Роза Рымбаеваны алып кеп концерт бердік. Елді кішкене рухын көтеріп, міне біз егеменді елімізге бір тудың астына жиналып жатырмыз, көш бірлікте деген деп, мен көз алдымдан кетпейтін қуаныш, кордондағы үйді құшақтап жылаған азаматтарды көргенде менде бір сенім пайда болды. Мына ел менің артымнан еретініне. Күн кейбеттегі солардың бейіті құсап, аласаруын қалыпсың аласары бар. Қара шаңырақ тағы кеп тұрмын алдыңа бала шапшылап. Атамның үйі жүретін кеткенін қайран.
корпорациясына крупный ақша түсті дегеннен кейін алдында охранасымен барған ғой неге банкке. Сол барып ақшаны алып шығып жатқан кезде алдындағы охрананы атқан андай болып қойды, резина болып қойды. Ол енді құлаған енді жан керек. Бұл ағамды атқан кезде ақша болған ғой. Оны құламастан, айырылмастан жаңағыдай бергісі келмей жаңағыдай қашқақтағаннан кейін жаңағыдай оқпен атқан еді. Өзі үшін өмір сұрамады да енді. Жас кетті. Бірақ та балдарым бар, Құдайға шүкір, қызым бар. 8 немере бар. Атасы екен біледі. Суреттері тұр үйде. Мынау атам дейміз. Мына Қалдарбеков Ерқара деген ағамыз бұл кісі де жолда басында келе жатып апатқа ұшыраған, аварияға. Сол басқа жерде объектіміз болған. Осы асар үшін бір-екі шайпыл түссін деген жағдайда басқа жерден объект алып, сол жақта жұмыс істеп, соның ақшасын мына жерге келіп жамап, жұмыс жүрсін деген мақсатта істегенде, осы Ерқара ағамыз сол кезде бухгалтер кассир еді, жолда келе жатып апатқа ұшырап, ол кісі өмірден өтіп кетті. Менің ең жақын досым, менің сондай жанашыр бауырым, мен өзімізде сол кассир болып жұмыс істейтін. Сол жалақыға алынатын ақша, құрылысқа істетілетін 32 миллиондай теңгені күндіз тал түсті банкіден алып шығатын кезде сол банкінің алдында ұрып соғып, атып, өлтіріп, ақшаны алып кетті ғой. Ақшаны алып, менің енді қатты осы күнге дейін кешіре алмайтындығым, жүрегімді қатты ауыртатыны. Егер басқа адам болса, ақшаны алда кете бер дейді ғой. Осы көптің ақшасы ғой. Мынау үлкен тірлікке тістеп, тырнақтап, жинап, осындай елді мекен салынуға арналған ақша ғой деп, соңғы қанына дейін тырмасып, сол ақшаны бермей, айқасып, атылып өліп кетті ғой жаңа жігіт. Замантаев Бейсенбай дейтін, менен 1-2 жас үлкен, бірақ бала кезден бірге өскен ағамыз, досым еді. Енді әрине бұл жерде мынау осы сұхбатқа сізге келісім бергенімнің де себебінің біреуі осы. Осы елді мекенде еңбегі сіңіп, осы күнді көре алмай кеткен сол Бейсенбай сияқты азаматтар болды. Құрылыста қайтыс болды. Күндіз түні сол елдің, осы Өзбекстан менен осы асардың арасында жүріп, елдің құжаттарын жинап, күндіз түні елді мекенге барып жүрген 6 елді мекеннің сол жанашырлары, олар көре алмай қайтыс болып кетті. Сондай 17 азаматымыз, мен енді әрқайсысына бөлек тоқталып өтуге болады. Мен қалар едім осы фильмде олардың суреттері көрсетіліп, олардың ұрпақтары сол ата-бабалары менен мақтанса деген, солардың еңбегін бағаласа деген менің үмітім сол. Осы фильмге менің келісім бергенімде бірінші себеп сол еді. Екіншісі, осы Асар деген елді мекенді бүгін ел таңданып, тамсанып, әуес қылып айтып жүргенде, соны менің атымменен байланыстырып, менің бауырларымның атымен байланыстырып, теке біздің жеке еңбегіміз қылып айтып жүрген кісілерден мен қатты ұяламын, қынжыламын. Себебі бұл бірліктің, ынтымақтың күші, Алланың қолдауы екендігін. Сондықтан осы еңбегі сіңген азаматтардың, халықтың бірлігінің күші екендігін білсе екен деген ойменен осы. Досым Ибадулла Жантөреұлы екеуі мені шақырып алып ақылдастық екеуміз. Мынау үйге салынған үйлер көзге көрінбейді. Соның үшін көгалдандыру керек. Дарақ сондайлар көп болса, сонда әдемі көрінеді дегеннен кейін сол идеяны кіргізді.
сөйтіп жәйдегі жерде көгалдандыру бойынша жұмысты алып баруды маған жүктеді. Екеуміз Ташкентке бардық. Жәйдегі дендрап ненің бәрін араладық. Кейін ақылдастық, қайерге не егеміз, қайсы әлеге не егеміз. Бір 60% немізді көгертіп алдық. Ауыл болып көшіп келгеннен кейін сол жерге мектеп керек. Сол жерге мысалы үшін емхана керек, аурухана керек. Болмаса басқа да әлеуметтік нысандар керек. Сол нысандарды салғаннан кейін онда істейтін адамдар болу керек. Оны шеттен келіп біреу істей алмайды. Сол кезде сол жаңа көшіп келген мысалы үшін 19 мың адамның ішінен 2800-ге жуық семьяның ішінен өзінің мұғалімдері, өзінің медиктері, өзінің басқа да мамандары шықты да сол өздері өзінің әлеуметтік саласын алып кетті. Біздің басты мақсатымыз өскелең ұрпаққа тәлім тәрбиемен қатар еңбекке баулу деп білеміз. Біздер бұл жерде балалармен бірге қызанақ, қияр, болгар бұрыштарын өсіреміз. Көрген шашқан таңдарын елжірер жүрек, ес қалсам бәрін қайдасың қайда сайран күндерім, мақпалы түндерім. Біздің мектебімізде бірінші кезекте бұл баланы тек қана білім бермей, тәрбие беру, соның ішінде табиғатты аялау, экологиялық мәселелер. 2012 жылдан бері жалпы мектебімізді 1400-дей бала бітірді, түлектеріміз үшті. Соның ішінде 1135 бала грантқа оқуға түсті. 95 алтын белгі шығарды бүгінгі күнге дейін. 95 үздік атыстар егерлер шығып отыр. Сабақтан бөлек өзін дамыту мақсатында мектебімізде түрлі әдістемелік құралдар, тарихи топтамалық еңбектер, жұмыс дәптерлері 100-ден астам осындай еңбектер шықты. Бұның барлығы мұғалімнің тынбай еңбек етіп жатқан шығармашылық жұмысының көрінісі. Міне соныңда нәтижесінде оқушыларымыз осындай грант иегерлері атанып жатыр, түрлі халықаралық, республикалық олимпиада деңгейінде орындар алып жатыр. Спорт, өнер нәтижесінде 2020 жылы IT мектеп лицей статусы берілді. Қазіргі таңда жылда 100-ге жуық оқушы мектепті бітіріп жатыр, соның 70% мемлекеттік грант иегері болып жатыр. Ал спорт өнерден, ғылыми жобадан Шымкенттің намысын қорғап, республикада және халықаралық деңгейде оқушыларымыз Қазақстанның намысын қорғап жатыр. Оның үшін әрқайсымыз келіп, қолымызға құрал алып, соғысу емес, елге қосатын біздің үлесіміз, өзіміздің мына ұрпағымыздың тәрбиесі, адал ұл-қыздар жеткізу. Енді жаңа халықпен жиналған кезімізді еске түсіріп жатырмыз ғой. 62 көшенің басшысы, 6 биіміз, 6 учасканың активистеріміз, көз ашық, көкірегі ояу азаматтармен жиі жиындар өткізіп тұрдық қой. Сонда айтатынымыз, біз елге не береміз? Елдің болашағына қандай үлес қосамыз? Біз жаңа айтқандай әдемі үйде тұрып, көйлегіміз көк, тамағымыз тоқ болуға мәз болмауымыз керек. Енді осындай бізді құшақ жайып қарсы алған елімізге, тәуелсіз отанымыздың тәуелсіздігі нығаюына қалай үлес қосамыз? Осының төңірегінде болу керек біздің басымыз қатуы. Оның үшін бірінші біздің ұрпағымыз тәрбиелі болу керек. Ұрпағымыз мәдениетті болу керек. Ұрпағымыз білімді болу керек. Бұның барлығы қалады. Мынау өткінші кезеңдегі материалдық байлықтың барлығы ол бізді бақыт ете алмайды. Шынайы байлық бұл рухани байлық. Шынайы байлық бұл ата-анасын сыйлайтын, халқын сүйетін, отанын жанынан артық сүйетін, отанның дамуына үлес қосатын, білімді, ақылды жастар тәрбиелейтін ұрпақ қана бақытты болады. Туған ел саған бір күн жетемін бе, жоқ әлде аңсап сені өтемін бе? Шіркін аясыр салар күн бар мекен, бабадан қалған асыл мекенімде. Туған жер қазақтың Мені Жапонияның бір заводына алып кірді. Барлық жерінде робот жұмыс жасайды. Технология соншалық дамыған. Соны көргеннен кейін менің еңсемнің түсіп, сондай көңіл күйім бұзылғанын байқадым ба, жаңағы жапон азаматы менен сұрады.
сіз неге көңіл күйіңіз түсті деді. Сонда мен жасырмай айттым, мынадай дәрежеге жету бізде әрине арман, бірақ біз мынадай жағдайды көре алмайтын шығармыз деп едім. Сонда ол жапонның айтқан сөзі менің әліге дейін құлағым алдынан кетпейді. Сіз адасасыз деді. Мына технология, бұны үйрену түк емес деді. Әлемде велосипед жасаудың оның қажеті жоқ деді. Әлемде бар мына жаңа технология. Сіздерде қазақтар өте қабілетті халық деді. Жастары білімге құштар деді. Оқиды, үйренеді, бұны деді 5-6 жылда осының бәрін жасап алуға болады деді. Бірақ сіздер басқа нәрсеге мән беріңіздер деді. Сонда таң қалдым, не нәрсеге деді. Біз деді, мынау роботтың жасай алмайтын нәрселері бар деді. Барлық нәрсені жасап отыр ғой, қалай жасай алмайтын нәрсесі бар десем, жоқ деді. Роботта бауырмашылық жоқ деді. Мейірімділік жоқ деді. Отан сүйгіштік жоқ деді. Бұларда ондай адамгершілік қасиеттер жоқ болады робот. Оны біз жасай алмаймыз роботпен деді. Сіздер міне осыдан айырылып қалмаңыздар деді. Халықтың өзі бағалайды ғой. Халықтың осы асар халқының ұсынысыменен үлкен көшеге сол деймін әкеміздің атымен Жантөре атады. Бұл халықтың ұсынысы. Бізге соның өзі үлкен бақ болды. Өте үлкен қуаныш болды. Өйткені сол әкеміздің аманат екен көз көрген азаматтардың бәрі біледі. Өмірдің қаққан есігін арман туған жер, үкіліп таққан есімімді алған туған жер, шырылдап жатқан бесігім қалған туған жер. Балғын денем балқыған, шат көңілім шалқыған туған жер. Анашымның ақ сүт ау, топырағынан аңқыған туған жер. Ойын қуып аунаған, жүрегімді баураған туған жер. Кең даласау әкемнің құшағынан аумаған туған жер, туған жер.